Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақ халқы ертеден көріпкелдікке, бақсылыққа сенетін халық. Ақтөбелік белгілі сынықшы Бағдагүл Лепесова ханым бүгінде әлемді алаңдатып отырған Ресей мен Украина арасындағы жанжал, яғни соғыстың 2-3 күнде аяқталып қалуы мүмкін екендігі туралы айтты. Бұл текетіресте Ресей көп нәрседен ұтылады, екі елдің арасындағы қақтығыс Қазақстанға пайда әкелмек деді танымал емші өз нұсқасында. Сонымен Бағдагүл Лепесова ханым соғыс жайында көріпкелдік болжамын былай деп жеткізді. Бұл жағдай біздің еліміз үшін қайырлы болады, алпауыт елдер Ресейден бас тарта бастайды. Ресей сол елдерге шығу үшін Қазақстанды пайдаланады, яғни еліміз екі ортадағы көпір болады. ақш-тан ірі инвесторлар келеді. Олар Ресей мен Қытайға бәсекелес болады. ақш инвесторлары келгеннен кейін еліміздегі мұнай-газ саласындағы адамдардың еңбек ақысы өседі дейді сынықшы ханым. Сондай-ақ еліміздегі ірі мұнай кен орнын ақш-тың компаниялары сатып алатындығы туралы да айтқан болатын. Дегенмен түсімде бір жерлерде соғыс болып жатыр, көптеген ұлттың өкілдері елімізге келіпті, құттықтап жатыр. ақш пен Қазақстанның арасындағы мықты байланыс орнаған. Осындай шытырман оқиғалы түсті неге жоритынымды білмедім, сірә осы соғысқа көрінген болуы мүмкін дейді Бағдагүл ханым. Және оның айтуынша бұл соғыста Ресей жеңіске жетеді. Ал сіз қалай ойлайсыз, көріпкелдің айтып отырғаны шындыққа жанаса ма? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.